әкесін айтасың. Мен өз ақсы жаңалығым бар. Ой, жарайды, айта ғой. Балам, аптығып кетіпсің ғой, аптығыңды баса ғой. Не, қандай жаңалығың бар? Айта қойшы. Мен саған шай құяйын. Аға мен жеңгем бөпелі болды. Қандай керемет жаңалық. Отағасы, осы күнді көптен күттік қой. Мынау деген бір керемет жаңалық болды. Отағасы, осы ауылды ұстассың ғой. Мына нағыз немеремізге неге бесік жасап бермеске? Қолыңнан барлығы келеді. Дұрыс айтасың, бәйбіше. Әрине өзімнің немереме бесік жасап беремін. Ал бесік жасамас бұрын балам дастарханға бата берейік. Жарылғет қабілет, жарылқаудың қабілет, көп берсін, берекет берсін, есесін алға жет берсін. Дастарханымыз толы болсын, еліміз аман болсын. Отағасы, балам екеуі бесік дайындағанша, мен сол бесікке жартылар дайындайын. Қане балам, келе ғой мен жаққа. Әкесін бесіктің қанша бөліктен туады? Бесік 9 бөліктен тұрады. 9. Иә. Бел ағашы дейміз. Ортаңғы қол ұстайтын бөлігі мына. Бесікті шайқайтын. Дөнен ағашы деп, бел ағашы да бала құлап кетпеу үшін сәбилеріміз. Мыналар не деп айтамыз? Жан ағашы деп. Тағы болғым келеді. Әрине балам, ниетіңе жете ғой балам. Сен де мен сияқты ұста боласың. Құдай қаласа. Отағасы, балам екеуің бесік дайындап қойдыңдар ма? Әрине бәйбіше. Жарайсың балам. Өте керемет немереге арнап бесік дайындапсыздар. Мен де қарап отырған жоқпын отағасы. Ой, жарайсың бәйбіше. Осы бесікке арнап көрпесін, жабдықтарын дайындадым. Ел болам десең бесігіңді түзе демекші. Мінекей немеремізге керемет жабдықтар тіктірдім. Осы бесікке жататын немереміз ақылды, парасатты, өжет бала болып өссін.